Мырза, неше жатсың? Физикаға дайындалып, өзің? Жай жүрген ғой. Мырза, естідім бе? Физика апай зачетқа ақшаны баға қойып жатыр екен. Не? Ой, болмайды ғой. Өз біліммен алған жөн сияқты. Қойшы, ертең диплом алған соң жұмыстан барлық үйреніп аламыз. Сол жұмысты үйрену үшін де бір нәрсенің керек екенін, бір білімнің керек екенін білемісің? Қойшы, кеттім мен. Сен осы біліміңмен бір жерге өтем деп тұрсың ба? Әрине, мен өз біліміме, өз күшіме сенем. Ал көрейік онда. Құрбым, ойлаңызшы, 2 күн уақытың бар. Әлде кешеңіз. Рахмет. Қалайсың? Өткендегі ойыңнан арылдың ба? 2-3 байқаймын, 2-3 күннен бері бір кітап қолыңа алған жоқсың. Сол қыздардың артынан еріп, жаман ойға салынып жүрме. Тыныш, ақырын сөйле. Ешкім естіп қоймасын. Жарайды, өзің білерсің. Апай, маған қойып беріңіз. Қойып берейін. Жақсы жауап беріп отырсың. Жазып берейін. Рахмет. Қыздар, жігіттер, биыл бітіреміз. Курстан курсқа да аман есен өттік. Баршаңызды құттықтаймын. Осы өмірде мені мазалайтын бір сұрақ бар. Қандай? Білімі күшті мыңды жығар, біле күшті бірді жығар дейді ғой. Осы өмірде білім қымбат па екен, ақша қымбат па? Білім. Десеңдер несінер ойларымен келіспеймін. Себебі қазіргі заманда барлығын ақша шешеді. Болды, жетеріне біл. Бұдан артық сенің осындай сырларың сақтап жүре алмаймын. Не болып қалды қыздар? Кешіріңдер. Не болды? Білесіңдер, жол басталғаннан бері мен Меруертпен дос, Меруертпен кәдімгідей құрбым. Енді бұдан кейін онымен дос та құрбы да бола алмаймын. Жайма, не болып қалды жас достардың? Жыл сайын ол емтихандардан, зачеткалардың бәрінен ол ақша беріп өте алады. Енді осыға дейін сақтадым, осылай үндеген жоқпын. Ренжіме енді. Соңғы нелерің артық болып кетті. Кешірім сұрайық. Ренжімеңді. Жүріп нұласы ба? Достар, колледжде инспектор бар емес пе? Жағдайын бәрін біз хабарлауымыз керек. Оны біз тоқтатпасақ кім тоқтатады басқа? Оның бәрі жастар қолында ғой. Бәрі жастардың қолында. Бәрін тоқтатып шешімді. Шешті.